Қазіргі таңда коронавирус жайлы ақпарат тез тарап жатыр. Ендеше фактчек KZ сайтындағы соңғы аптадағы материалдарына шолу жасап, ақпаратты бірге еске түсірейік. Әлеуметтік желіде Мақтаарал ауданын су басқан суреттер жиі жарияланып жатыр. Сол суреттердің бірінде Өргебас ауылының мешіті де бар. Суретті таратушылар Алланың құдіретімен мешітті су баспайды дейді. Сонымен мешітті су басты ма, жоқ па? Шынында су мешітті де басқан. Бұған оқиғадан хабар таратқан бақ суреттері мен видеолары дәлел бола алады. Ал желіде тараған фотолар су тартыла бастағанда түсірілген. Бұған жердегі ылғалдан қалған дақтар дәлел бола алады. Сондықтан мешітті су баспады деген ақпарат манипуляция. Соңғы 3-4 күнде әлеуметтік желіде коронавирусқа байланысты адамдарды жаппай чиптеу жүріп жатыр деген хабарлама тарап жатыр. Тіпті микрочип салынған адам қолының бейнесі де бар. Бұл суреттердің коронавирусқа байланысты адамзатты жаппай чиптеуге ешқандай қатысы жоқ. Интернетте бұндай суреттердің таралып жүргеніне біраз жыл болды. Яғни COVID-19 анықталмай тұрып та бар болған. 28 сәуірде Citizen Go платформасында Қазақстан азаматтарының профилактикалық екпе алу құқығын өзгеріссіз қалдыруға қатысты петицияға қол жинау науқаны басталған. Себебі халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің жаңа редакциясы бойынша енді әр азаматқа екпе салу міндеттеледі. Петиция әлеуметтік желіде қоғамдық резонанс тудырды. 127 мың қол жинады. Оған себеп петицияда құқықтық дәлелдерден басқа жалпы вакцинацияның тиімділігіне қатысты бірқатар дәлелсіз әрі нақты емес тұжырымдар бар. Біз осы орайда өзінше нақты фактілерге негізделген бірқатар тұжырымдаманың рас өтірігін тексеріп көрдік. Ешбір вакцинаны толық қауіпсіз деп айтуға болмайды деп мәлімденген. Бұл манипуляция. Адам ағзасына жасалған кез келген медициналық іс-әрекеттің қандай да бір әсері болады. Яғни қауіпсіздік 100% болады деп ешкім айта алмайды. Сондықтан фармацевтикалық препараттың қауіпсіздігін анықтаған кезде арнайы мамандар нақты бір абсолютті шаманы айтпайды. Оған препараттан пайда болатын әсер мен осы препаратқа арналған аурудың симптомдары арасындағы арақатынасты ескереді. Кениядағы әйелдерді жаппай стерилизациялау сіреспеге қарсы вакцинация аясында жүргізіледі делінген. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сіреспеге қарсы вакцинаның қауіпсіздігі туралы қауесетті алғаш рет 1995 жылы жоққа шығарса, 2014 жылы бұл туралы тағы мәлімдеді. Халықаралық ұйымның айтуынша сіреспеге қарсы вакцинада ешқандай гонадотрофин гормоны жоқ. Мұндай қорытындыны дүниежүзі бойынша бірнеше зертхана шығарды. БЦЖ туберкулездан қорғамайды. Әрдайым БЦЖ індет жұқтырудан қорғамайды және микробактериялар ағзаға бәрібір түседі деп саналады. Алайда, соңғы мәліметтер бойынша екпе арқылы кішкене болса да қорғануға болады. Яғни, ол жұқтыру қаупін 20%-ға төмендетеді деп жазады Медуза дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының туберкулезге қарсы жаһандық күрес туралы баяндамасына сілтеме жасай отырып. Әлеуметтік желілер және мессенджерлерде Польшада халық вакцина салдыруға қарсылық білдіріп жатыр. Олар no vaccine деп айғайлауда деп көптеп жазып жатыр. Расымен бұл видео Польша астанасы Варшавада түсірілген. Бірақ вакцинаға еш қатысы жоқ. Адамдардың бұлай жиналуына себебі және уақыты да басқа болған. 2017 жылдың 20 шілдесінде Польша ұлттық ассамблеясының төменгі палатасы сотты реформалау туралы заң қабылдағаннан кейін мыңдаған адам конституцияға қарсы реформаларға байланысты Варшавада митингке шықты. Фактчекке 3 жыл. 2017 жылдың 10 мамырында Орталық Азияда фактілерді тексеруге арналған тұңғыш ресурс Фактчек KZ өз жұмысын бастады. Халық арасында қорқыныш пен үрей, күмән мен қауесет белең алған тұста ақ-қараны анықтап, мынау жалған, мынау рас дейтін жобалар ауадай қажет екенін көрсетті. Соның бірі Фактчек KZ. Бізбен бірге болыңыздар. Ақпаратты бірге тексерейік.